Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге қатпарлы самсаның рецептісін ұсынамын. Ол үшін керек ингредиенттер: ұн және тұздалған су. Ұнға су құйып қамыр илейміз. Бұл массаны екіге бөлеміз. Екіге бөлгеннен кейін әбден илеп аламыз. Бұл массаны екіге бөлеміз, содан кейін бір жартысынан самса, ал екінші жартысын самса үшін де дайындаймыз, бірақ мұздату үшін. Қамырды 1 сағатқа қалдырамыз. Әзірше салмасын дайындаймыз. Ол үшін пияз, ет тартқыштан өткізілген ет, тұз бен қара бұрыш және құйрық май қосып араластырамыз. Су қоссаңыздар да болады. Барлық ингредиенттерді қосып араластырамыз. Қамырды тең бөліктерге бөліп, жайып сары маймен немесе маргаринмен майлаймыз. Дайын майланған қамырды орамға айналдырып, мұздатқышқа 30 минутқа қоямыз. Уақыт сіздің мұздатқышыңызға байланысты. Қамыр сәл қаттырақ болу керек. Қамыр бір-біріне жабысып қалмас үшін ұн себеміз. Самсаға арналған қамырымыз дайын. Тең бөліктерге бөліп, жайып, дайын салмасын салып, 3 бұрыштар жасаймыз.
дайын самсаға жұмыртқа жағып, ақ және қара күнжіт дәндерін себеміз. Бірақ талғамыңызға қарай сеппесеңіздер де болады. Самсаны пеште 180 немесе 200 градуста 40 минут пісіреміз. Температура мен пісіру уақыты пешіңізге байланысты. Мінекей қатпарлы самса дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге дайындаған видео және ұсынған рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліңіздер.